Bugün 16 мамыр. 16 мамыр Ағоян 29 сәуірде осы елдің бәрі бір прямой эфир, бәрі сұмдық обращение. Елбасына дейін обращение жасап жібереді деп. Мен де Жамбыл қаласының, Жамбыл облысының, Тараз қаласының белсенділеріне обращение жасаған едім. Ол мынау эфирде тұр әлі күнге дейін. Мына Ағоянды тазалайық мусордан деп. Мына егілген арпаның иесі бар екен, келіп мына апашка минерализованный полоса жасап тастапты. Өкінішке орай, мынау былтырғы қалған қалдықтарды алуға қол тимеген көрінеді. Енді осы менің прямой жаңағы айтқан обращениеме кімдер? Бүгін сағат 8-де өшерде жиналып, 9-да мынаны жинап кетеміз, бастап кетейік деп айтқан болатынмын. Оған әрине ешкім құлақ аспады. Мен өкпелемеймін ешкімге. Ең бірінші менің осыған құлақ асқан жігіттерге рахмет айтқым келеді. Жай звондап айтқан жігіттерге, мына бастамаң өте дұрыс екен деп оның үстіне ақыл айтып жіберген, жердің егесін табу керек, арендатор табу керек деп. Жоқ, өзіміз тазалайық дедім да мен, өзіміз тазалайық. Сонымен жердің егесі ұялар, сонымен тазалар, басқаларға үлгі болар деген. Өкінішке орай, бұл ісім аспады. Енді осыған құлақ асқан жігіттерге, Алматы қаласының тұрғыны сейіліп қайнар көкеме бір машинадан әкелем Алматыдан деді. Егер сен осы істі бастап атсан, мен алып келем деді. Соң ағы көкеме айттым, енді ұят болады енді. Ұят болады. Жамбылдың жерін барып тазалап бердік Алматыдан деген, ол ұят болады. Мына жердегі дәл адамдар келіп атса, Ғален деген адамат менің кластасым еміп жүрген тай соям деді. Еміп жүрген тай соям деді. Өшерге келіп. Қой деп едім, еміп жүрген тана соям деді. Қой Ғален демем. Ешкім келмейтінін біледі ме, білмеймін. Құнан қой соям, дөнен қой соям деді. Соныменен 5 қозыға келістік. Бәрі білгіш, талғампаз адамдар шығар, белсенділер. 5 қозы алып кел, декабрьский қозыдан деп. Енді өкінішке орай ешкім жоқ. Сонан кейін Муслимов Камал деген армияда аспаз болған, повар. Мен тамақ істеп берем деді. Сол әңгімені естіген Бақтияр деген бір жігіт, мен ыдыс аяғын, қазан ошағын, шай қоятын алып келейін деді. Шымкент қаласынан мен де келем деп бір Жолдасбек деген інім сәлем айтып. Сен әуре болма Шымкенттен. Алматыдағыларға отказ бердім, енді Алматы мен Шымкент кеп Жамбылдың жерін тазалат деген ұят болады демем. Жоқ деді. Мен деді 2 бөшке Шымкенттің тобылғы түсті салқын сырастан алып келем деді. Оған жарайды дедім мен. Алсаң алып кел. Мына жерде кісілер жиналса шөлдейді, наның бәрін жинап оңай емес деп. Ол қазір на старте күтіп отыр. Қазір звондасам, қазір 2 сағаттың көлемінде келеді. Өкінішке орай оны ішетін адам жоқ. 5 қозының сырбазын, шашлығын жейтін адам жоқ. Осылай болды. Мына мусорлардың бәрі осы күйінде қалды. Енді бұл неге?
Менің пайымымша, менің өзімнің беделім жоқ. Мені ешкім танымайды, менің сөзімді құлағына қыстырмайды. Өйткені мына Жамбыл облысының белсенділері, Тараз қаласының белсенділері, мен бір қоғамдық ұйымдарға, оқу орындарына, оларға мен айтқан жоқпын. Мен тек қана белсенділерге үйде жатып алып, елдің бәрін критиковать етіп, светофор істемейді, анау істемейді, мынау істемейді. Бүгін бір светофор туралы оқыдым да Жамбылдан. Сол есіме түсіп кетті. Ол да важный нәрсе шығар. Соларға бір іс еткен. Содан кейін диванда жата беріп, әлем жайлы анау мынау жазып шаршаған шығар, бір тойсын деп ем. Енді өкінішке орай болмай қалды. Жаңа айтылған жігіттердің атасына рахмет. Соларды тапқан анасына рахмет. Осылай болды. Ал енді жаңа мен обращаться еткен топ белсенділер. Қолынан түк те келмейтін, іштері тар. Мен солай деп есептеймін. Көре алмаушылықтары өте басым іштерінде. Мен қара ниет деп айтқанға сілей ұят болады, танымайтын адамдарды. Бірақ та жалпы осылай характеристика беруге болады. Менің көкірек. Сондықтан олар ешкімді менсінбейді. Ой, менің көкірегім. Олардың көкірегі басып түспесе, ол да кем түспейді. Мен де оларды менсінбеймін. Сонда не болады? Сонда түйіні не? Ол түйіні біз жамбылдықтар бір-бірімізді көре алмаймыз. Бір-бірімізді менсінбейміз. Үстінен шұқып арыз жазамыз. Мен үстімден 40 рет 2005-2009 ортасында 4 жылда 40 рет арыз жазған болар. Міне, мен оны бір кек сақтап неғып тұрған жоқпын. Жалпы соның арқасында біздің Жамбыл облысының тендерлерін Алматы қаласының, Шымкент қаласының жігіттері алады. Менің ауылымда Алматы қаласынан келген мердігер тротуар соғып отыр. Ол тротуардың енді білмеймін оның қаншалықты маңыздылығын. Сол сияқты. Біз тіпті өткен сайлауда одномандатный округтан өзіміздің Жамбылдың жігіттерін, қыздарын депутаттыққа да сайлай алмадық. Енді бұл жолы партийный списокпен көреміз енді Жамбыл облысынан қаншалықты депутаттар болатын. Егер 145-ті сол қалаға, облысқа бөлсек, бізде мысалы 20 миллион халық болса, Жамбыл облысында миллионнан аса халық бар ғой. Демек, соның 0,5% ғой да, сонда да. 1 миллион халық, 20%-ің, 10% 2 миллион, жарт 5%. Демек, 5% Жамбыл облысының өкілдері партийный спискпен кіру керек деп ойлаймын мен депутаттыққа. Егер де біздің ауызбіршілігіміз болса, егер де біз Төле би атам айтқандай бір кісінің баласындай, бір атаның баласындай, бір қолдың саласындай ынтымақ болса. Ал енді бір-бірімізді осылай менсінбей, даламыздың бәрі мусорға толтырсақ, Алланың да, Құдайдың да көзі бар шығар. Бізге онша жақсы көзбен қарамайды. Осылай жігіттер. Өкпе жоқ. Тағы қайталап айтам. Жаңағы 5 қозы әкеп соям, адам әкелем.
екі бөшке сыра әкелем деген жігіттерге рахмет. Аталарыңызға рахмет. О, мына жиде гүлдеп тұр екен, иісі сұмдық. Отырып, әнерде бәріміз ақылдасып, жиде гүлдеп тұрғанда бір шай ішкенде керемет болатын еді. Мына күйіктің суынан, таза бұлақтың суынан алып кеп. Жақсы, сау болыңыздар. Маған ренжімеңіздер, мен сіздерге ренжімеймін.